Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Айбек Имашев, және біз келесі дәрісті бастауға рұқсат етіңіздер. Келесі дәрістің тақырыбы сапа көрсеткіштері, тұтынушылық құндылықтарды бағалаудың негізгі санаты ретінде. Бүгінгі таңда нарықта әртүрлі өнімдер, тауарлар мен брендтер көп. Олар бірдей тауарлардың сатып алушыға әртүрлі бағалармен, сонымен бірге тауарлардың бірдей бағалармен сатып алушының пікірінше бұл бағалар сәйкес келмейді. Әрбір тұтынушы тауардың сапасы, оның бағасы және пайдалану үшін мүмкін болатын шығындар туралы идеясына сүйене отырып, өзі үшін ең жоғары құнды тауарды таңдайды. Тауарлардың тұтынушылық құндылығы барлық сатып алушылар үшін бірдей емес екендігі белгілі болды. Ол тек жеке дараланған, дегенмен математикалық статистиканы заңдарына сәйкес тауарлардың орташа өлшеген нарықтық құны әрқашан оның нақты тұтынушылық құнын жақындайды. Сонымен, өнімнің құнының қандай факторлары анықтайды? Өнімнің тұтынушылық құндылығы тек сапа көрсеткіштеріне ғана емес, сонымен қатар өнімді тікелей немесе жанама сипаттайтын бір қатар басқа тұтынушылық құндылықтарға да байланысты. Барлық тұтынушылық құндылықтарды іс-әрекеттің уақытша факторларымен бір-бірінен ерекшеленетін бірнеше санаттарға жіктеуге болады. Негізгі, тұрақты, уақытша құндылықтар, ілеспе, енгізілген, әмбебап. Базалық құндылықтар бұл өнімге жобалау кезінде салынған және сапаның пайдалану көрсеткіштерімен сипатталатын тұтыну құндылықтары. Оларға мақсат, сенімділік, істен шықпау, ұзақ мерзімділік, жөндеуге жарамдылық, сақталғыштық, техникалық эстетика, экологиялық, эргономикалық, патенттік, құқықтық, қауіпсіздік және тасымалдау көрсеткіштері жатады. Бұл көрсеткіштер өнімді бүкіл өмірлік циклы бойында сипаттайды. Оларға жақсартуға, өзгертуге болады, бірақ олардың бастапқы номенклатурасы өзгермейді. Бұл көрсеткіштер бәсекелестердің өнімділіктерімен салыстыруға негіз болатын негізгі тұтынушылық сапаны анықтайды. Негізгі құндылықтарға өндіруші кәсіпорынның өндірістік технологиялық базасын және оның ресурстық әлеуетін сипаттайтын өнімнің өзінділік құны кіреді. Өнімнің өзінділік құны іс жүзінде белгілі бір сапа көрсеткіштері бар өнімді құр және сату шығындарының сомасы болып табылады. Яғни өнімнің негізгі сапасы мен оны өндіру құны арасында жоғарғы корреляция бар. Тұрақты уақытша, ілеспе және енгізілген тұтынушылық құндылықтар негізгі құндылықтарды толықтырады. Қосымша құндылықтар өнімді жобалау кезінде белгіленген негізгі сапаны өзгертпейді, бірақ оның әсерін тұтынушының көз алдында күшейтеді немесе қояды. Бұл өнімнің тұтынушылық құнының өсуімен көрінеді. Тұрақты құндылықтар бұл өнімнің өмірлік циклы бойында жұмыс істейтін, бірақ негізгі құндылықтарға тікелей емес, жанама қатынасы бар қосымша тұтынушылық құндылықтар. Мысалы, өндірушінің имиджі, дүкеннің беделі, сапа жүйесінің сертификаты, брендтің танымалдылығы және тағы басқалар. Бұл құндылықтар әртүрлі рейтингке ие. Олардың сапаны сатып алушыға әсер өнімнің тұтынушылық құнын едәуір арттыруға мүмкін береді. Кейбір жағдайларда тек осы құндылықтардың әсері негізгі көрсеткіштер бойынша бәсекелестерден төмен болса да, өнімнің ұзақ мерзімді өтімділігін қамтамасыз етеді. Мысалы, компаниясының бейнесі әйгілі суретшінің қолтаңбасы ретінде де әрекет етеді. Уақытша құндылықтар өнімнің түрі мен сапасына тікелей байланысты қосымша құндылықтар. Бірақ уақытша, кейде маусымдық, әдетте өнімнің өмірлік цикліне аз. Жаңалық, сән, бедел. Бұл құндылықтар әдетте біраз уақытта өнімнің соққы бағасын ұстап тұруға мүмкіндік береді. Ең дұрысы, өнімнің өмірлік циклы уақытша құндылықтардың ұзақтығына сәйкес келеді. Уақытша құндылықтар тауардың уақыт бойынша кемитін өзіндік құнына үстеме бағаның әлеуетті мүмкіндігімен іске араласады. Ілеспе құндылықтар өніммен тікелей байланысты емес, бірақ оны сатып алу немесе пайдалану
шартының жеңілдететін немесе қиындататын қосымша тұтынушылық құндылықтар. Өнімге маусымдық сұраныс, инфляция деңгейі, экспортталатын немесе импортталған тауарлар үшін. Ілеспе құндылықтар өнімнің өтімділігіне ықпал етуі мүмкін және оны іске асыруды қиындатады. Ілеспе құндылықтардың әсерінен өнімнің үстеме бағасы уақыт өте келе айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Енгізілген құндылықтар бұл ақпараттық құндылықтар, жарнама, көрмелер, байқаулар. Олар өнімге тікелей де жанама да қатысы жоқ, бірақ өнімге қатысты құндылықтар туралы жаңа немесе қайталанатын ақпараттың арқасында көптеген сатып алушылардың көз алдында оның тұтынушылық құнын едәуір арттырады. Енгізілген құндылықтарға пікір, өмірлік тәжірибе де кіреді. Енгізілген құндылықтардың әсері уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін. Уақыт өте келе енгізілген құндылықтар бір-біріне ұқсас әрекет етеді. Үстеме бағаның тербелімі, сипаты, ақпараттық іс-шаралар әсерінің уақытында әлсіреуінен туындалған. Өнімнің көп бөлігі әдетте қосымша тұтынушылық құндылықтарға емес. Бұл әсіресе материалдарға, жартылай фабрикаттарға, компоненттерге қатысты. Олардың құндылығын тұтынушылар негізгі сипаттамалар бойынша кәсіби түрде бағалайды. Сондықтан олардың нарықтағы құны даму кезінде болжануы мүмкін. Қосымша құндылықтар өзіндік құнға үстеме бағамен көрсетілгендіктен, осы үстеме бағаның үлесін белгілі бір тұтынушылық құндылыққа байланысты өнімнің кірістілігі деп санауға болады. Амебап құндылықтар өнімнің нарықтық құны немесе бағасы. Баға негізгі құндылық, ол айна сияқты тұтынушылық қасиеттерге сәйкес келеді. Бірақ баға мен сапаға тәуелділіктің статистикалық сипаттайтын туындаған кейбір қателіктермен. Сонымен қатар, баға қандай өнім болмасын, амебап өлшемге ие, яғни оған сәйкес әртүрлі типтегі және сападағы өнімдердің құнын салыстыруға болады. Жаңа өнімді нарықта сәтті жылжыту көбінесе өнімнің өтімділігіне әсер ететін барлық факторларды дұрыс есепке алуға, әсіресе өндірушінің өнімнің негізгі сапасын жақсартатын қосымша тұтынушылық құндылықтарға анықтау немесе қалыптастыру мүмкіндігіне байланысты болады. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге Айбек Имашев.